Сәлем достар, сіздермен бүгін біз Алия, Мирей және біз Нандаға қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі видеомызда алкажданы өте бір қызықты пранк болайын деп тұр. Бұл пранкты сіздердің көбісіңіз күткен болатынсыздар. Бұл бізге анамызға пранк. Бұл пранкты негізі біз бұрыннан ойластырып қойған болатынбыз, но біз бүгін детально барлығын ойластырып жасаймыз деп шешім қабылдадық. Бұл пранк енді өте қызықты болайын деп тұр, өте неожиданно болайын деп тұр мамаға, сондықтан да пранкты, маманың реакциясын барлығын бірге көретін боламыз. Ал енді пранктың сутін айтып кетейік. Біз бүгін Алия ернін ісіртетін болады. Бұл реалистичный болады деген ойдамыз. Негізі ондай жасауға біздігілер қарсы десем де болады. Білмеймін, даже ойларын білмейміз нақты негізі. Сондықтан да біз көретін боламыз. Мен ернімді если жасататын болсам, олардың реакциясы қандай болатынын, маманың, папаның. Сондықтан да бұл негізі пранк кішкене қорқынышты болайын деп тұр, бірақ қызық болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер, видеоға лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді комментарий жазып отырыңыздар, және де бастайтын боламыз. Бұл пранкта неге именно мен десеңіздер, потому что мен енді 18-ден асқанмын, маған ондай процедуралар жасатуға уже рұқсат бар негізі. Сондықтан да мен любой негізі сондай жерлерде жасата бере аламын. Ал Мереде енді 18 болмағандықтан ол жасаталмайды. Так что пранк бұл жолы мен туралы, маған қатысты болады тікелей. Ал мен болсам бұл пранктың барлығын ұйымдастырып қойған болатынмын. Қазір барлығын шақ-шақпен жасайтын боламыз, және де барлығын сіздерге айтып отырамыз. Бұл пранк енді қызықты, бірақ өте күшті болайын деп тұр. Бірінші шаг бойынша Алия группаға осы процедура бойынша жазу керек. Қазір маған Мерей текст жазып жіберді. Біздің план бойынша сотрудничество бізде бір арнайы жасайтын жермен, яғни бір салонмен болады. Олар бізге бесплатный услуга дайындайды, ал біз болсақ соған келісіп сөйтеміз. Сол туралы біз енді отбасымызға айту керек. Сондықтан да мен бірінші группамызға жаздым біздің отбасымыздың. Барлық скриндерді осы экранға шығаратын боламыз. Барлығын оқып көрсеңіздер болады. Негізі күшті болып шыққан сияқты текст барлығы. Қазір енді бұл бірінші шагымыз, екінші шаг одан да қызық болайын деп тұр. Мен сабақтан шыққаннан кейін бұл тексті сразу жібердім. Сондықтан да бір жерге барғым келіп тұр деген сияқты қылып жазып жібердім. И бізде мама мен папаның реакциясы уже қызық болып тұр. Олар дейтін шоке болып жатыр. Пока что андай түсінбей не болып жатқанын керек емес деп уже жазып жатыр. Көрдіңіздер, мына жақта скриндердің барлығында жазып жүрген болатын. И отказ бере сал деп тұр мама. Ал мен болсам жасауым керек болып тұр енді бұл пранкты. Сондықтан да біз енді маманың айтқанын істемей, ерін жасатқандай қыламыз. Және де ата-анамыз қазір бізде қонақта. Сол себептен сағат примерно кешкісін келеді енді. Сол себептен қазір келе жатқан кезде сразу жасап бастайтын боламыз пранкты. Енді тез үлгеру керек барлығына. Бұл сообщениені 4:30-дарға қарай жаздым, мен универден шыққаннан кейін. Сондықтан да мен 1-2 сағат сол жерде болып, кешкісін келгенде сондай результатпен отырғандай боламыз. Сол себепті қазір тездетіп жасаймыз, мұнларды уже келу керек. Давайте екінші шаққа кеттік. Қазір біздің клиент жатыр. Осы қызға ерін үлкейтетін боламыз қазір. Өтірік, конечно, бізде мына жақта лампа, барлық мәселелерде болатын. И клиенттің өзі. Қазір осылай видео түсіріп, әлі салатын болады. Инстаграмда да тіркеушілерімізді алдайтын боламыз, типа ерін үлкейтіп жатырмыз деп. И ол историяны әрине де мама көреді. Сол себептен қызық болайын деп тұр. Мінекей біздің клиентіміз. Бұл бізде до, кәнеге көрсеттеріңіз. И, біздің осындай бір крем алдық. Біздің это у нас пакет. Қазір біз бірінші еріне жағатын боламыз. Вообще прикольно. Да. Мен сторисқа түсірейін бе, бірақ бұны түсірмеймін де пока. Сразу еріне жасай. Давай, өзін вот так делай. Көп кетті ма? Да, ана жаққа шығып кетті. Кішкене андай сыртына шығарып бояу керек беді. Бізде қазір осындай помадамен кішкене сыртына шығаратын боламыз. Ерінін. Бірінші үлкейді болу керек еді. Қалай бояп жатсаң? Сүртіп сасай, может? Сүртіп басынан саласың. Бізде қазір сүртетін боламыз, басынан жасаймыз. Сіздің еріңізге дұрысымен болып қалды. Ерін ма жатыр? Бәрі жақсы болады, уайымдамаңыз. Енді біз үлкен қылып боямыз. Давай мен өзім бояймын.
Ал мінекей біздің Алияның ерні кішкене үлкейді енді. Карандашын жасағаннан кейін қайтып біз кремімізді жағамыз. Бұл жолы енді кішкентай жағайық. Бағана көрдік. Ернім кәдімгідей үлкен болып кетті. Как будто шынымен де сондай процедура жасатқан сияқтымын ше. И бізге екіншісі ол осындай пленка керек. Но прям үлкен емес па? Болды ма? Нормально? Болмасын да? Более сендіру үшін. И бізде бітті. Достар келе жатыр. Көрдіңдер ма историяны? Қандай? Аля Мелидің. Не болды? WhatsApp'та көрдіңдер ма Алияның жазғанын? Иә. Біздің история көрсетеші? Ne oldu? Bebeğim emelisin. Öyle жасатты. Vay. Hey sen bana ayттың var ya. Шондай нәрсе істемей керек емес деп. Нормально шыққан. Кеше барғаннан не болды енді? Ол кеше дауысын нормально болады. Ужас болып тұр ғой, жарасып тұрған жоқ қаля. Ана не бәле масқара. Ой. Мұрныңа бірақ жетті ғой енді ернің. Бұл кеше кішкене мама қайта бесплатно ғой. Қойшы айналайын, өйтіп керек емес. Бесплатно деп. Бұрын басын алып тастап, бесплатно болды сол кезде. Ну что тегін? Саған енді қазір папаға не деп айтасың? Не деп көрсетесің бағана WhatsApp'та сұрап жатты ғой. Елдің бәрі жазып отқан жер масқара. Негізі нормально тұр ғой, кетеді ғой. Айтты ғой, мүмкін мастер кетеді. Үстіп аузына пленка жағып алып жүре ма бәленбай күн? Жоқ, сен бүгін уже қазір ғой, просто бүгін жасаттым. Алып тастаймын уже. Пленкасын бүйтіп не қылтушы еді ғой. Енді бастап атқандар екен. Қолдау керек қой. Өтірікші. Нормально ғой. Істемеген ғой. Бұл достар. Здесь у нас скрытая камера. Достар, пранк удался у нас. Се? Ерін сұртсайым. Мен өзім қорқып кеттім. Пранк болды достар. Пранк жасадыңдар. Вот осылай күшті пранк жасадық. Өзім ерніме қайтып келдім. Мама негізі сеніп қалған сияқты, сендер ма? Конечно, енді аузымды дүрдейтіп. Иә. Пленкамен жауып ойлап қалдым. Бағана еще айттым ғой, қалай WhatsApp'та қажет емес деп еще соны істетіп алған ба, неужели деп. Вот, біздің маманың реакциясы осындай болды, бірақ мама қатты етіп ұрысқан жоқ, но сонда да страшно болды. Пранк осылайша бізге ұнады, сіздерге де ұнады деп ойлаймыз, мамаға тоже ұнаған сияқты. И вот, барлығы ойдан шықты. Бұл пранк бағана айтқандай мамаға ғана емес, сонымен қатар достарымызға, подругаларымызға, сонымен қатар сіздерге пранк болып тұр. Себебі біз жаңа ғана сторис салған болатынбыз. И сол сторисқа деген барлықтарыңыз ответ беріп жатырсыздар, барлықтарыңыз в шоке болып жатырсыздар. Және де менің подругаларым даже уже маған жіберіп үлгеріп жатыр ғой, Алия қуасың ба деп тұрып. Мұнда сіздерге барлығының скриндарын қалдырып кететін боламыз. И ол пранкты негізі ары қарай жалғастырып кетсек болады. Инстаграмда пока что айтпаймыз. Осы ютубта шыққан видеоны көріп жатсаңыздар инстаграмнан келіп, онда міндетті түрде лайк баса кетіңіздер, және де шынымен де сендірдіңіздер ма, соны комментарияға бөлісе отырдыңыздар. Бұл пранк бізге де ұнаған болатын. Сіздер обязательно видеоға лайктарыңызды басып, өз пікіріңізді комментарий жазып қойыңыздар, және де қандай тағы да адамға біз пранк ұстағанымызды қалайсыздар, соны да комментарий жазып кетіңіздер. Алдында біз Ханзадаға пранк ұстаған болатынбыз, және де бұл жолы мамаға болып тұр. Енді келесіде қандай пранкты қандай адамға жасайық, соны комментарияда бөлісіп отырыңыздар. Сіздермен болған біз Алия, Мерей. Келесі видео жолыққанша пока-пока.